Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге сұлыдан өте дәмді, пайдалы печеньенің рецептімен бөлісемін. 2 дана жұмыртқа керек, сары май бөлме температурасындағы 100 грамм, тұз 1 шай қасық, қопсытқыш 10 грамм. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. 1 келкі араласқанша араластырамыз. 180 грамм құмшекер, жақсылап тұрып араластырамыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, каналым одан ары дамуына септігіңіз тигізе кетіңіз. 180 грамм овсянка керек, яғни сұлы, ірісі. Бұны блендердан езіп аламыз, яғни ұн қылып аламыз. Міне дәл осындай ұн болады. Езіп алған ұнымызды саламыз, овсянкамызды. Үстінен 180 грамм ұнымызды саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Қолға жабысатын қамыр болады. Дәл осындай қолға жабысатын болады. Bir 5 минуттай қойып қойсаңыз, кішкене, яғни овсянкасы суын сорып алады да, кішкене қолға жабыспайтындай болады. Бізге керек осындай овсянканың ірісі, яғни сұлының ірісі. Қамырымыздан кішкене ғана алып, домалақтап, печеньенің формасын жасап, овсянканың ірісіне осылай аунатып аламыз. Дәл осындай печенье жасаймыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, каналым одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, қолдап кетсеңіз. Өте дәмді, жұмсақ, пайдалы. Күнде осылай пісіріп қойып, таңғы асқа немесе балдарыңызға мектепке беріп жіберсеңіздер болады. Барлығын осылай домалақтап печеньенің формасын жасап алған соң, пешімізге 180 градуста 20-25 минутта осылай пісіріп аламыз. Енді тоққа байланысты қызарып, яғни сарғайып піскенше ұстайсыздар. Істеп көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, каналым одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, және де достарыңызға осы печеньенің рецептімен бөлісіп отырсаңыз.